Тәуелсіздік жетістігі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан халқы үшін абыроймен өткерген қиын сынақ болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда тұңғыш президент елбасының республиканың егемендігі мен халқының күш қуаты символы тәуелсіздік монументін ашты. Авторлық топ жетекшісі сәулетші Шота Уәлиханов болды. Ескерткіш Қазақстанның тұңғыш астанасындағы орталық алаңда орналасқан. 28 метр биіктікте қанатты барыс мінген алтын адам қойылған. Бұл Қазақстан жеріндегі мемлекеттік биліктің бейнесі. Ескерткіштің астыңғы бөлігінде жер ана, дана аспан және айғырда отырған екі бала бейнеленген. Балалар жастық пен ел болашағының символы. Барлық мүсіндер бірігіп, отбасына, мемлекеттің негізін құрайды. Ескерткіш туристер мен қала тұрғындарының көз айымын айналды. Қала тұрғындар мен қонақтар үшін тағы бір тартымды орын тұңғыш президент атындағы Дендропарк. Жалпы аумағы 53 мың гектарды құрайтын саябақ 2013 жыл ашылды. Саябақтың басты ерекшелігі ән шырқайтын субұрқақ. Саябақтың периметрі бойынша теректер отырғызылған. Саябақтың тағы бір мақтанышы Тянь-Шань шыршалары. Саябақта сондай-ақ республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Қазақстан мүсіндік композициясы орнатылды. Алматы — тәуелсіздігіміздің игілігі.